Йоу, барлықтарына сәлем. Бүгін кішігірім обзорный влог. Автосалондарға барып машина көреміз. Маған бір автосалон күшті ұсыныс жасаған болатын. Типа 5% беру началок, вот соны тексереміз и жанындағы салондарды көреміз. Короче, қызық бойында жатыр. Кәбір пацаны не келген? Өлден, мына пацаны. Ұйықтап отыр ғой. Ассалаумалейкум. Сәлем айтып қой, блогқа. Шашыңды заблюрт етейін ба? Сониктің шашын қойсам монтаж. Олай істей алмаймын. Андай салондарға барамыз, автосалондарға. Автосалон? Алайын отсың ба? Ну, не то, чтобы алайын, просто көрейін деп жатыр. Еркек кеттік, машинамен бармадық па? Кеттік. Қалай екен автобуста жүрген? Болады деп жүріп тұр ғой. Ыстықтап отыр. Кемшісі. Шетелге қош келдіңдер, қара. Велодорожка. Дәу, и, кстати, Шымкенттегі ең биік үй осы. Салондар. Ну, біз қарамай қоямыз. Это в стиле Америки ол. Ойланбаң, Америкадағы салонған негізі. Қайш? Иә? Аяқтан Грув стрит сөйтіп былайынан домалақ тұр. Алдым. Ойламаңдар ей. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну, болып тұрады бұндай. Бұндай болып тұрады. Мен сұрайын да, түсіруге бола ма, түсіре берсек деп. Мақұл десе, онда түсіре береміз, и өздеріне де жақсы. Енді менің каналым көп көмейді, но такой антиреклама болмайды да. Егер келіспейміз десе, онда видеоға да қоспаймыз да. Амадан өзден бастайық. Условиялар қандай? Условия кредитования, стандартное кредитование, процентная ставка Бумардан 25-16. Бізде осындай скидкалар болады. То есть, например, 10 миллион теңге болса, и кредитин болып жатса. Түсіріп не болғаннан кейін есептеп көрсек қалай болады екен? Маған. Сұлтан обзорщик. Кішкентай Свежий комплектация. Мұнда двигатель 1.5 турбо, 147 аттың күші бар, CVT. О, жетілік еще, ё-мо. Бұл средний, CarPlay кетіп отырып көріп. Машинаны шығып. Давайте открою. Жарыспай ма? Ой, кстати, механический движоктар. Анақта қоп, электропакет етіміз екен. Уэ! Виды, вроде нормально. Вроде неплохо. Сұлтан, андай түсіректі андай. Амода! Деші? Так, селектор қара. Кнопочный, да, то есть нейтралка. R, T, и былай механикаға ауыстырыласың да. Вау! 2 USB-C. И этот прикурыватель. О, не, телефон зарядка. Тым кірмейді? Жоқ, қара. Типа ары қарай кіреді. Көнбейді ол қызы. Оны монтаждап қарамаймыз. Ну-ка, қосыла ма? От алдырма қомаш? Жоқ, от алдырмай. Кредитор алдырмайсың ғой. Made in China. Непонятно, да, Made in China. Ау. Аккумулятор қойған ғой, походу. Или шешіп тастаған просто аккумулятор. Или шешіп тастаған, да. Ну, қара. Қызың проверка жасамайды екен содан кейін. Бейт сәл бейт ашып қойып ше. Машинаға кім отырған деп ше бейт анда бейт. Кішкентай бейт тесік ашып қойып бар. Көрмегенсің мұндай видеоларды Инстаграмнан. Он не шарит. Вот он не шарит. Не болды? Подогрев стекла. Подогрев стекла бар. Подогрев стекла бар какие. Задний да бар. И самый главный код жылтатын бар ма? Бағасын. IB код жылтатын жоқ? Жоқ бар. Ненің ішінде? Дисплейдің ішінде. Сенсорный кнопка оны. IB. Аккумулятор шешіп тастаған оны. Так, руль осылай көрінеді. Вот они называются. Тема. Контрольный. Я көрдім. Дисплей мынандай. Оператор мынандай. Педальдар нормально. Мен аяғым, в принципе, нормально отырмын ойлағым. Қысылысып отырамын деп, но кейін. Артқа итерсең де болады ғой. Сол жағында ғой. Мына жерде мынандай кнопка бар. Мынау зеркаланың контролі. Мынау қазір что? Полсолдан ищет, как отрегулировать руль. Не высота, а как по длине. Айтамайын звоны. Так. Ну, блин, айтамайын. Вроде нормально, вроде андай іште бір нәрсе не қылатқан жоқ, и конфет атқан жоқ ше, типа, вау, сласайды. Но типа без первоначалки деген, это, конечно, интересно. Без первоначалки ма? Без. А без ба? Без.
началки. Кет алақтың. Мынау түсінше не ғой, иә? Не, ол мультимедиа. Мультимедиа. Мін тұр екен ғой, ой, фотографтар. Настройка ше? Онау не, онау жылдан. Дисплейін қараған. Жылдан самтта чит болатын ады, оны капслокты болсаң машина секіретін же. Сол онау, қарсай? Секіретін shift кнопка онау. Айбеттендер оператор 2006 жылғы. Қатысында 20 толғатсынар. Не обижает. Кеткі артына отырып көрек. Аңғарсызын. Климат контроль бар екен, білесің ма? Бірақ однозонный. Өзімнің аяғым ұзын, бойым 183. В принципе, нормально сидим. Даже жақын атау болатын. Өзім артына атау отырам. Артына қалай қызыңмен сиямай кезін. Ораза ғой, бағым. Нандай, короче, нандай. Екі менің бойындағы адам бір-бірінің қатарына артына отырам. Себебі аяғым өзі тиіп тұр. Көт жылтатын бар артында да. Иә, қайтын сол. Еще USB бар мына жерде. Бірақ USB бір түрлі анау. Зато барды же. Басым уже тиіп тұр. Хотя бүгін мен шашым қысқартқам. Басым тиіп тұр деп. Шашың тиіп тұр ғой да ол. IB артында колонка жоқ. А бар екен. Қара подлокотник бар. Подлокотник с подстаканником бар. Кетіп погонять қоямыз. Мынау микрофон судан. Так, кән? Сен даусың естілмейді, да? Не ғой. Электро. Ашып көрсетамайды екенбіз. Комфорт плюс в такси дейді. Көрейікші қазір. Бұда багажник ашыла ма? Среднийға дейін. Ашылады. Среднийға дейін. Багажник кең, Ал бұлай жабылмай ма? Иә. Жабылу до конца емес, иә? Ол ел жатқан жер, ана жер ашылады. Не деген, ешімсі. Так, бұл бізде бір лот, енді C5 10 миллион 490. Жоқ, анадан комфортней. Так, мына жерде Type-C бар, USB бар. Сен жақта көрші? Прикрутил бар. Мынау R, мынау нейтралка дұрыс па? R, N, міне N-да тұр. Мынау да қосылып тұрған кезде білесің. Посадка Мынау саған жараса деген анаған қараған. несі қосылмай ма? Бұда да аккумулятор жоқ, автохолд, паркинг. Қосылып тұр. Паркинг қосылып тұр. Сылтан бұзды. Подлокотник, охлаждение. Типа холодильник сияқты болады. Ну, холодильник емес, просто мұздай напитогыңды жылытпайды да. Далаң 17 градус болып тұрса, бұның 16 градус болып тұрады да. Типа кондиционер бұл жерге де ұрады да, түсініңше. Алда сенсор ба? Ткань, прикинь, ткань. IB? Ну, жартылай ткань. Осырған бәрі ішінде тұр. Иіс тұр. Рахмет, Еркам. Прикольно. Канген. Вау, подсветкасы осылады. Иә, люк жоқ екен. Мынау. Чуай деп сөйлейтін не ғой мынау? Мынау не? Не ғой, люктің нишасы бар. Просто бәрін қосады. Жоқ, аккумулятор бар ғой. Ну, қара мынау несі бар. Басып тұрасың, по-моему. Или 2 рет басасың. Құдығын, боталда жүрміз одан. Подогрев 3 теңге. Негіз ұрпаққа подогрев ұнамайды дегізші. Да? Біздің мүшемізге білесің бе болмайды? Ну, сондықтан бірінші деңгейге қойып қоясың да. Контроль мына жерде, стеклонты мына жерден регулировать етесің. Нұрғаздар өзімді. Саната 2017 жылғы машина. Кешірім сұраймын, бұл влоговый обзор. По большей части влог. Ну, обзор жасауға тырысатын. Нормально, короче. Мен енді өзім ощущениемді айтатынмын, саған ше? Даусын, даусын. Күшті ғой даусы, ше? Прикольно. Сол үшін аламыз де. Сол үшін одан бұл тала бер. Басқа мотор, не важно дезе. Бұда да қара подогрев стекла бар. Бұда да то же самое. Бұда бар екен. Бейт қой ғой. Рөлді бұлай. Фуралардағыдай. Аяғын қалайдар одан ба? Иә, чуть опустить етуге болады. Газ тормоз. Астырып көріп атын. Аяғың ұзын болса осы ма? Иә. Маған ұнап тұр. Еще бұл типа кроссовер. Тауға барған күшті. Бірақ полный привод емес қой, передний привод. Хорошо, мақұл. Вот. Алам да сей. Көрдік жоқ, енді қазір есептетіп көрейік. Артына отырып көрейік осыны. Қызымды жазымды қосылды. Өзі артынан сиям бекен. Бұда подогрев жоқ. Амаймыз болды сұлдар. Бұда подогрев жоқ, и блин.
мен артына отыр. Мына жер тақалып тұр, анада да мына жер тақалып тұрған еді. Шықса берірек отыратын шығарсың. Көтің бүйтіп шығарып, аяғың екі жаққа тауып қойып сөйтіп. Мына машина бүйтіп отырасың қалған. Келесің да, баспайсың, мына жерді баспайсың, мынандай жаттауға мынандай жерді баспайсың. Бүйтіп келесің да, бір қоясың да, бүйтесің да, бүйтіп отырасың, болды міне. Ана алдыдағы мешайт етіп жатса, дейсің да, болды міне. Өйстіп отырасың. Комфорт плюс десе такси. Комфорт. Дұрыстап қоясың. Қоқыш екен еще мынау. Жақсы екен. Честно, Яға мусор саласың. сәл тарлау екен. Мусор салмайсың. Осы сол жерге мусор тастап кететін адамдарды ұнатпаймын ше. Машинам жоқ болса да. Подлокотник с подстаканниками. Кетіп бұның багажнигін көрейікші бас. Короче, есептетіп көрем қазір. Осыны и жаңағыны. Жабық. Короче, қазір шықтық, есептеттік. Нормально. Первоначалка 5% деген бар, реально. Главный менеджер арқылы звондаған болсаңдар, соны айтасыңдар, и, короче, есептеп береді 300 қанша бір бәле теңге. Но сосын тағы да бір условия ұсынды, білмеймін, оны айтуға болмай ма. Егер трейдинг болса, там миллион теңге скидка болады. Даже машинаң миллион теңгелік болмаса да, скидка береді миллион теңгеге. И сонда машинаның бағасы 800 бір бәле емес, 8 миллион бір бәле емес, 7 миллион бір бәле болады. Маған бірнеше банкпен есептетті, Халық банктен 50% құю керек деді, ал жаңа 5%-ке Береке банк и таққандай деді. Біреу шығарды. Короче, Береке банк шығарды 5%-ке, 25%-пен, и ай сайынғы төлем 202 мың бір бәле теңге болды. Тағы да бір банк болды, адезіндеміз үші. Ол 200 мың 800 бір бәле теңге, короче 200 мың теңге. Кеш шарт берді. 2000 теңге арзанырақ. И, скорее всего, бірде бір төлейм. 25% годовой деген 7 жылға 140% па, то есть егеседен көп төлейсің. Но сондай стандартный кредитование. Без первоначальный дегенде бар деді. Бірақ есептетіп көрмедік. Өздеріңге есептеп көріңіз, өйткені бұның өзі ұзақ уақыт алады екен мен қазір. Фук-фук сразу 10%, 5%, 0% деп жіберіп көрем дегенім ондай болмады. Короче, қазір екінші не? Чанганға барып көрейін деп жатыр. Новый ана X5 Plus-тың официальный келді. CS35 Max деп. Так, Чанганға келдік. Рекламасын көрдің да, но? Иә. Но X5-те бар, анада жоқ. Хабарда болдық, сұрап тұрсаңшы, телефоным болса. Келе аласыз ба келген кезде? И сіз айтқаныңыз CS55 жайында еще. Иә. Субсидия деген. Субсидия, мыналар субсидия 26-ларына. Полный комплектациясы 12,690, люксы 12 миллион 90 мың. Бұл сонда 10% құйсаңыздар 16-17%. Bir жылдан 7 жылға шын кредит оформлюєміз. Если 7 жыл алатын болсаңыздар 198 теңгеден шығады. Если хотите 0,1%-бен алам дейтін болсаңыздар 0,1? 0,1 деген. Как рассрочка жасайсың. 846 теңгеден шығады. Тура осы машинаның 25 жылғысына біздегі скидка болып жатыр. 10 миллион 065 мың 090 теңгеге скидка жасауға болады. Bu yerде 10%-бен жіберіп көруге болады. Тоже bir жылдан 7 жылға шын, если 7 жыл алатын болсаңыздар 229 мың теңгеден. О, смач бәрі. Сразу қосылды ғой. Посадкасын көрдің бе жесткий, а? Тақ деген бе? Не? Жоқ, там сиденье. Кстати, бағанағы жұмсақырақ еді. Ладно, пофиг. Ну, почти то же самое. Руль этот, төрт бұрышты. Ой, сеткісімен. Тура осындай еді, 35 почти, а? Қандай да болып келеді ол. Кішілеу болады, Любой арман. Сен көріп отқан. Панорама тоже. Соны алсай. Қанша 208 мың шығып тұр, а? Әдем ғой, амалда 900 мың теңге табу керек па? Сенде қанша бар? 300-дей бар. Фчыңды зейбейді, фчыңды зей. 400-дей бар. Может 400 бір бәле бар. Сығып басам. Негіз 500 мың бере алатын адам бар ма да қойсын? Бере алатын адам болса мен үйге 2 миллион теңге сұрап алатынмын да. Үйдің ипотекасын алып алатынмын. Вот именно жоқ қой, ондай. Так, не бар, нелерін Мынан қара. Кнопка. Приятный кнопка. 2026 жылғы модель. Бәрі бір көріп қойған, танымал, но ішінен онша көп адам көрмеген шығар. Мен көрмеген мысалы. Сенде жоқ, сенде жоқ бұл. Өте әдем, менде де түрлі бар. Сендер жоқ. Парковка, кнопка. Автоход жоқ екен, бірақ кәп қолын тұртшы. Ручник. Мынау 360 камера. Бөлек шығалған. Мынау регистратор. Беспроводная зарядка. Неде бар шығар, скорее всего. Apple CarPlay. Бар ғой, обязательно бар да. Не? Вид. Тұрғатындар. Нәқтар тоқы нәқті? Жоқ.
мен айтайын посадкасы жағынан бағанағыдан гөрі қайда жақсы. Кстати, посадкасын көріп алсай. Еще электропривод. электр. Аяғың свободно тұр, ә? Нормально ма? Мынаның регулировкасы бар ма? Еще вытягивается, деші. Вот максимум шарт қоясың. Деревянный вставкалар бар ғой. Мынау қатынап қалды ше. Алам да жи. Яғни неқта екен ғой нелер вот этот USB, 2 USB, Люк бар, люк болғанда то люк емес, Панорама. панорамное окно. окно. Подогрев бар екен тоже. Подогрев лобового бар, Лобовой бар. подогрев стеклолардың подогреві. Біраз машинада бар ғой. Жылда. Менде машина жоқ. Мақтанатын зат емес ол. Қарасаңыз деревянный вставка бар. Адамша бірақ деревянный вставка бар ше. Әлем көрінді деген деревянный вставка. Алюминий. Егер чанган алсаңдар осындай пов сендерге плов. Артына отырып көрейік жаңағындай. Міне артынан отырып отырмын. Мынау максималды түрде артқа жылжытылған. И самое главное, бас. Басым тимейді. Мына жеріме тақалып тұрды да. Мынада уже қанша пространство бар. Люк бар, люк, который еще лайнында ашылады екен. Оне свет бар екен. Свет. Свет бар екен. Подлокотник. Подстаканникті, конечно же. Код жылдатын бар ма? Код жылдатын бар, даже екі режим. Екі USB. Дефлектор бірақ біреу ғана общий. Ортаға қаратып қоясың. Жаңағы Қызбен сияды ма кезін? Сен маған айтасың, өзің ойың не ол? Нормально, спокойно жүріп қанша. Блин, енді CS35 көрініп отыр. Сол болса, соған әрекет жасап, ақша тауып алуға болады. Или давайте береміз ба, қызық болсын. Конечно, енді акция ұзақ уақыт болмайды ғой. Бұндай енді акциялар болып тұрады. Сондықтан давайте мынандай челлендж жасаймыз. Мен осы YouTube видео салып жүрмін. Жазға дейін с нуля до 2,5 миллион первоначалка құятындай сумма жинаймын деген челлендж жасасам. Қалай қарайсың? Бүгін наурызда 3 айға қалды. 3 айда получается маған 3 миллион теңге жасау керек. Бір айда 1 миллион теңге жасау керек. Еркін уже жоқ деп жатыр, бірақ мен біраз нәрсе білем, біраз нәрсеге умением бар. Сондай челлендж жасаймын и қосыламын деп істесеңдер, осы давайте осы видеоның астына қанша просмотр, қанша лайк болсын, сонда осы челленджді іске асырамын. 100 мың. 100 мың. 156 подписчик бар каналда, не қаяқтан. 10 жылдан істей алмайды. Мақұл, давайте так. Егер осы видеоның астында немесе 1000 просмотр, немесе 100 лайк жиналсын, сонда осы челленджді іске асырамыз и өте қызық видеолар қатары болады. Так что каналға жазылыңдар. Негізді білін, ойланыш. Мақұл, 3 миллион болмаса да вот бір машинаның первоначалкасына с нуля жинайтын. Мен уменияларым 3D принтерім бар, музыка жасайтынымыз бар. Еще жылдан. Способтар іздейміз, способтар, бизнес идеялар іздейміз. Как раз адамдарға да қызық болады, қандай бизнес идеялар шын, қандай бизнес идеялар онша емес. Проверка бизнес идеи дегенде. Біздің палатка алатынымыз бар. Ол да бар, я. Зат алатынымыз бар. Ол бөлек әңгіме ғой. Палатка алатынымыз бар, каремат алатынымыз бар. 3 миллион жинау десең. Негізі почканы сатсаң негізі жетіп қалады жылдан. Кән, ашша. Бұл CS 55 плюс. Ол саны максимально. Босшы, тесі жай ашылады екен, ә? Диман багажнигі де бар, құна бар енді. Мынандай несі бар. Ол алынады, жинай алмайды. Дима ақпет сейдеш бізді ақпет шілеш. Жақсы өзің ойсын. Конечно. Ну, есептеттік уже бір машинаны. Акциядағы айтқан нәрсе өтірік емес. Макс деген шықты, көрдің ба? Көрсей, Чанган өзінің есінде. Как бы рекламный альбом ғой былай айтқан кезде. Ала берсін бола ма? Иә, соны беріп жатырмын мен. Рахмет сізге. Дилерде қара болады салон деген сияқты да. Бізде қара болады ғой. Бағасы сол жаңағы коды. Иә, 8990 әже тұрған шығар. Мен, конечно, CS35 үшін келіп, CS35 қайтып бара жатқан. Ой, тұр ғой қолында CS35. Но зато қолында тұр. Шарт берген условияларды экран мына жеріне шығарамын. Скриншот жасалсаңдар болады. Енді бұл предварительный есеп, кейін жаңағы история, пенсион, канал, мына үшін бәрін за, против бөлшейді да. Там плюс-минус 10 мың теңге болады, 15 мың теңге. Сондықтан осы кішігірім болады, рахмет. Өндеріңе, кстати, кеп көрсендер болады. Сағат деп 10-на дейін көп жерде акциялары. Короче, осы басқа салондарды көрмей қоямыз, себебі уақыт жоқ. Оператор өте ленивый, потому что бесплатно істеп отыр. За сушняк. Ой, сушняк бар ма не? Если сушняк плюс лаваш, то можно, да. Ау? Жаңағы нәрсе үшін давайте 1000 просмотр или же 100 лайк. Жинамаңдар. Осы жинасаңдар, давайте сондай іске асырамыз. Мен по-любому машина аламын деп жүрмін. Маған ақша табу керек. Сондықтан давайте істеп көрейік, сонда прикольно болады. Мен негізі вообще басында 5-6 миллион теңге тұратын машинаға жазға дейін жинайын деп айтпақшы. Былай қарасаң, бір айда 3 миллион теңге жинау керек деген еді. Это невозможная вещь. Вот типа первоначалка үшін жинау, хотя бы 2 миллион теңге. Это уже
Вроде нормально. Так что каналға жазылыңдар. Рахмет көргендеріңе. Барлықтарыңа пока. Сен слишком критиковать етпесейіп, біздің жақтан гөрі типа шетелде ғой. Біздің жақта глобал бар, Да. бомбалы ағаш бар, Да. поликлиника бар, мешіт бар. Айтпасай, қазір тауып қоя дейді. Кім бар, не қылса? Әдем екен, И самое главное событие, менеджер қыз сұлтандан қалды. Ой, сендер. Махаббатты құдірет күшін әлдейлеп ауыстырған жүрегі.